Сәлем достар, сіздермен Асия. Оның үстіне газдалған су сарағашты қосып, қытырлақ әрі қатпарлы болып шығатын қаттамадан жасаймыз. Менімен бірге жасаңыздар, видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Каналыма кірсеңіздер, ерекше дәмді рецепттер мен қолөнердің түрлерін таба аласыздар. Пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Енді қатпарлы қаттама нанның қамырын дайындайық. Алдын ала електен өткізілген ұнның үстіне 1 шай қасық тұз және жарты шай қасық разрыхитель саламыз. Үстіне 1 жұмыртқамызды салып, 500 грамм сарағаш, яғни газдалған суымызды құямыз. Газдалған су қаттаманың қамырын жұмсақ етеді және де қытырлақ қатпарлы болып көтеріліп піседі. Енді барлығын араластырып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Минут июі қанғанша жақсылап илеп, одан соң салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке июін қандырып қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып 2 бөлікке бөліп, илеп, бетін жауып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз енді жақсы жайылады. Осы қамырды енді жұқа етіп, барынша жұқа етіп жаямыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды жұқа етіп жайдым. Енді 2 бөлікке бөлеміз. Үстіне 1 келке етіп ерітілген сары майымызды жағамыз. Сары май қамырдың барлық жағына 1 келке болып жақсы жағылуы қажет. Енді осының үстіне ұн себеміз. Кішкене ғана ұн себеміз. Енді осының үстіне жаңағы екінші жарты қамырымызды қоямыз. Үстіне тағы да 1 келке етіп сары майымызды жағамыз. Одан соң кішкене ұн себеміз. Енді қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей полоска етіп кесеміз. Міне видеода көрсетілгенде енді рулет секілді етіп ораймыз. Сонда бізде қаттама нандарымыз шығады. Менде 1 күлше наннан 6 штук қаттама нан шықты.
Міне видеода көрсетілгендей барлығын 6 бөлікке бөліп орап аламыз. Енді міне осы қаттама нанды салафанға салып жарты сағатқа холодильникке саламыз. Сонда бізде майымыз сіңіп, кішкене майымыз қатады. Міне нандарымыз жұп-жұмсақ және жайылуға ыңғайлы болады. Оқтаудың көмегімен домалақ етіп, шелпек нан секілді етіп жаямыз. Қызып тұрған табамызға 2-3 ас қасық сұйық майды құйып қыздырамыз. Одан соң қаттама нанымызды салып, екі жағын қызартып пісіреміз. Міне біздің қаттама нандарымыз дайын болды. Әрбіріңіз осы нанның дәмін татып көрулеріңіз керек. Міндетті түрде осы рецептпен қаттама нанды жасап көріңіздер. Ыстық күйінше тез-тез желініп кетеді, өте дәмді болып шығады. Ұлттық тағамдардың бірі деп айтсақ та болады. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар және астына өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.